Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2012 жылы жарық көрген «Пираньи 3D» фильмінің екінші бөлімін айтып беремін. Бір жыл алдын Виктория көлінде болған жағдай әлемді дүр сілкіндірген еді. Миллиондаған жылдар бойы жоқ болып кеткен пираньилар қайта пайда болып, адамдарға шабуыл жасаған болатын. Бір жылдан кейін жаңалықтарда Виктория көліндегі адамдардың барлығының көшіп кеткендігін және де көлге кіруге тыйым салынғандығын көрсетеді. Оқиға желісі басқа бір жердегі басқа бір көлге ауысады. Көлде екі адам жоғалып кеткен сиырды іздеп жүрген болатын. Олар сиырды көлде өліп жатқан күйінде табады. Сиырдың қасына барады. Сиыр ісіп кеткен еді. Сиырдың ішінде мыңдаған пираньи жұмыртқалары болады. Олар сиырдың ішінен жел шығару арқылы сыртқа шығып жатқан еді. Адамдардың бірі оттықты жағып көрмекші болады. Осы сәтте сиыр жарылады. Және де сиырдың ішіндегі пираньидің жұмыртқаларындағы пираньилер сыртқа шығып адамдарға шабуыл жасайды. Пираньилер адамдарды сол жерде-ақ жоқ қылып жібереді. Адамдардың бірі өлместен алдын бір пираньидің басын тісімен жұлып алады. Бірақ бұл көретіндеріміздің тек қана бастамасы еді. Бұл көлдің қасында бір аквапарк бар еді. Оқиғаның негізгі желісінің барлығы осы аквапаркте өтеді. Бізді осы аквапарктың директоры Шетпен таныстырады. Ол жаңа аквапарктың ашылуына дайындалып жатады. Аяқ астынан оның өгей қызы Меди келіп қалады. Сөйтсе Меди бұл жаңалықтардың барлығынан бейхабар болып шығады. Ол өгей әкесінен неге бұрынғы жұмысшыларды жұмыстан шығарып жіберіп, орнына мына қыздарды алғансың деп сұрайды. Шет олардың өте жақсы құтқарушы екендіктерін айтады. Сонымен қатар ол қызды мұның барлығын қайтыс болған анасының армандарын орындау үшін жасап жатқандығына сендіреді. Ол бұл үшін керемет идея тапқандығын және де жақында үлкендерге арналған бассейннің ашылуын жасайтындығын айтады. Қыз ол жерді көріп аузы ашылып қалады. Ол жерде өңшең жартылай жалаңаш қыздар жүреді. Онымен қоймай, оларды су астында түсіріп тұратын үлкен камера орналасқан болатын. Сол күні кешкісін Меди және оның құрбылары бассейнде көңіл көтеріп жүреді. Бұл жерге Медидің бұрынғы жігіті Кайл да келеді. Ол осы қаланың шерифті болып жұмыс жасайтын. Олар арақашықтықтағы қарым-қатынастарын сақтай алмағандықтары үшін айырылысып кеткен болатын және де Меди қайтып келгендіктен Кайл онымен татуласқысы келіп жүреді. Бұл уақытта Шелби және Джош деген екі дос көлдің жағасында отырады. Олар суға кірмек болып суға түсіп шомылып жатады. Осы сәтте олардың қасына пираньилер келеді. Пираньилердің бірі Шелбиға тиіседі. Шелби оны Джош деп ойлап тез арада судан шығып кетті. Бұл уақытта Эшли және Тревис сауық кешті тастап судың жағасындағы бір машинаға келген болатын. Қыз әзілдеп жігітінің қолын кісенмен байлап қояды. Осы сәтте ол абайсызда тежегішті көтеріп жібереді. Олардың машинасы жайлап суға батып бара жатады. Машинаның іші суға тола бастайды. Эшли тез арада машинаның үстіне шығып кетеді. Ал Тревис болса қолындағы кісеннің кілтін таппағандықтан машинаның ішінде қалып қояды. Эшли көмек шақырып айғайлай бастайды. Дәл осы уақытта машинаның ішіндегі Тревиске пираньилер шабуыл жасайды. Эшли соңғы рет жігітінің тек қана жартылай қолын көріп үлгереді. Пираньилар жігітті тез арада жоқ қылып тастайды. Эшли бар даусымен айғайлап көмек шақырып жатады, бірақ оны ешкім естімейді. Көлік толығымен суға батып кетеді және Эшли да пираньилерге жем болады. Ертеңіне таңда Меди аквапаркте достарының түнде қайтып келмегендігіне қатты алаңдап тұрады. Ал бұл уақытта құтқарушылар суға батып кеткен машинаны тауып шығарады. Олар машинаны ашып көреді, бірақ машинаның ішінде ешкім жоқ еді. Кайл бұны басқаларға келіп хабар береді. Шелби өзінің құрбысы Эшлимен байланыса алмағандығы үшін қатты уайымдайды. Және де өзін кішкене тыныштандыру үшін судың жағасына келіп аяғын суға салып отырады. Оған қолдау білдіру үшін Меди да оның қасына келіп отырады. Осы сәтте пираньилер қыздардың осы жерде екендігін сезіп, олардың қасына жетіп келеді. Олар қашпақ болғанда пираньилар көпірдің ағаштарын сындыра бастайды. Сол сәтте Меди абайсызда суға түсіп кетеді. Бірақ абырой болғанда Меди құрбысын уақытында құтқарып үлгереді. Олар аман-есен судың жағасына шығып алады.
Олардың қуанышы көпке созылмай судың ішінен шыққан үлкен пирани қыздарға қарай атылады. Алайда батыл Меди оны ұстап қалып үлгереді және де олар жыртқыш балықты таспен ұрып өлтіреді. Шуды естіген Барри тез арада жүгіріп келеді, ол бұл балықтың пирани екендігін бірден біледі. Осыдан кейін Кайл өз машинасымен Меди және Барриді алып, оларды теңіз биологына алып келеді. Бұл бізге бірінші бөлімнен таныс болған атақты биологымыз Карл Гудман еді. Басында Гудман бұл үшеуімен сөйлесуден бас тартады, алайда пиранилер жайлы естіген соң оларды ішке кіргізеді. Гудман өзінің осы уақытқа дейінгі зерттеп тапқан жаңалықтарымен бөліседі. Ол пиранилердің темірді тесіп өте алатындығын, онымен қоса бұл жыртқыштардың су жоқ жерде жүруді үйренулері мүмкін екендігін айтады. Смертоносное нашествие шагающих рыб. Көлге қайтып келгеннен кейін Меди өзінің аквапаркымен көлді байланыстырып тұратын сетканың қауіпсіздігін тексермек болып шешеді. Ол пиранилердің бұл сеткадан өте алмайтындығына көз жеткізбекші болады. Қыз Барридан өзімен бірге жүруін сұрайды, алайда Барри жүзе алмайтындығын айтады. Көлмен байланыстырып тұратын сетканың барлық жері бүтін еді, алайда қыз қайта шығып жатқан кезде оны бір пирани тістеп алады. Қыздың айғайлаған дауысын естіген Кайл тез арада суға кіріп қызды аман-есен алып шығады, осылайша олар татуласады. Осыдан кейін Кайл көшеде Шетпен кездеседі. Машинада отырған аквапарктың директоры Кайлға бір конверт ақша береді. Кайл ақшаны санап қабылдап алады. Сөйтсе Кайл Шеттің осы уақытқа дейінгі жасап келген барлық заңсыз жұмыстарына көз жұма қарайды екен. Ертеңіне таңда жаңадан ашылған аквапаркке кіру үшін мыңдаған адамдар кезекке тұрады. Олардың арасында Виктория көлінде болған жағдайда екі аяғынан айырылған шерифтің көмекшісі Феллон да бар еді. Оны бірінші бөлімдегі Териктің көмекшісі Эндрю алып келген болатын. Феллон өз қорқынышын жеңу үшін суға түсуге тырысып жатады. Эндрю оған көмектеспекші болады. Алайда Феллон Эндрюдің өзін суға лақтырып жібереді. Ал бұл уақытта Шет сахнаға шығып «Спасатели Малибу» фильміндегі құтқарушы Хессель Копты таныстырады. Оның жанкүйерлері онымен суретке түсу үшін ұзын сонар кезекке тұрады. Аквапарктың сырт жағында Меди барлық жердің қауіпсіздігін тексеріп жүреді. Оның қасына Шет келеді. Қыз Шетқа болуы мүмкін қауіпті жағдай туралы ескертеді. Бірақ Шет бұл үлкен аквапаркты ашу үшін $100,000 ақша жұмсағандығын және де артқа қайтпайтындығын айтады. Ал бұл уақытта пиранилер аквапаркке келіп жетеді. Мұның алғашқы дәлелі кішкентай ғана бала Тейбит болады. Бір пирани баланың аяғын тістеп алады. Бала мұны келіп анасына айтады, алайда анасы оған сенбей бір жерге құлап жарақаттап алған деп ойлайды. Меди бір демалушыдан бассейнде балық жүргендігі туралы естиді. Қорқып кеткен Меди барлық адамдарға тез арада бассейннен шығуларын ескертеді. Бірақ оған Кайл кедергі жасап, оны көтеріп алып кетеді. Алайда көп күттірмей бірнеше минуттан кейін хаос басталады. Пиранилер аквапарк демалушыларына шабуыл жасай бастайды. Мұны көрген шерифтің көмекшісі Феллон қорқынышын жеңіп суға түседі. Пиранилер оған бірден шабуыл жасайды, алайда оның аяғының барлығы темір болғандықтан оған ештеңе болмайды. Бір сәтте Феллон аяғына орнатылған қаруын шығарып пиранилерді ата бастайды. Енді Хессель Коптың кезегі келеді. Адам өтірік құтқарушы болып ақша тауып жүргендігіне қынжылады және де өмірінде бір рет болсын шынайы адам құтқармақшы болады. Ол кішкентай Дэвидке көмектеспек болып шешеді, алайда тез жүгіремін деп бірден шаршап қалады. Әйтсе де ол баланы құтқарып судан аман-есен алып шығады. Мұның барлығын көріп тұрған Шет басының үлкен бәлеге тап болғандығын түсініп, барлық ақшасын жинап қашып кетпек болады. Бірақ ол жан-жағында болып жатқан жағдайларға қарап алаңдап келе жатқан кезде алдында тұрған жіпті байқамай қалады. Жіп оның басын кесіп тастайды. Пиранилерден құтылу үшін Меди Барриге бассейнді босатуымыз керек дейді және де Барриді бұл жұмысты орындауға жібереді. Ал өзі барынша адамдарды құтқаруға тырысады. Барри бассейннің суын тарта бастайды, алайда су пиранилермен бірге Медиді да тартып алып кетіп бара жатады. Кайл оны құтқармақшы болады, бірақ ол өзінің басының үлкен бәледе екендігін түсінеді. Онымен қоса ол қаннан қатты қорқатын еді. Суға қайтып келген Барри
пирани жүзе алмаса да Медиге көмектеспек болып суға секіреді. Бірақ ол бұлай көмектесе алмайтындығын түсініп судан қайтып шығады. Ол өзінің 3 түсті таяқшасын алып суға қарай жүгіреді және де оны суға лақтырады. Әлгі таяқша барып Медиді тістемек болып жатқан пираниге тура тиеді. Содан кейін жіпті пайдаланып суға түседі және де судың ішінде ес-түссіз жатқан Медиді алып шығады. Жігіт оған жасанды дем беріп есін жиғызады. Мұның барлығын көріп тұрған Кайл ештеңе жасай алмағандығына қынжылып суға секіріп кетеді. Ал бұл уақытта үлкен Дейв сұйықтықтарды бір-бірімен араластырып жарылыс жасауға тырысып жатады. Ол өзінің қолындағы темекісін әлгі сұйықтыққа тастап үлкен жарылыс болады. Судың ішінде қалған Барридің 3 түсті таяқшасы Кайлдың үстіне келіп түседі және ол сол сәтте сол жерде жан береді. Фильмнің соңғы сахнасында Меди Карл Гудманмен байланысқа шығады және де Гудман оған балықтардың жүре бастағандығын айтады. Сол сәтте жағаға шығып қалған бір пираниді кішкентай Дэвид суретке түсірмекші болады. Бірақ әлгі пирани баланың басына қарай атылады. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильмнің екінші бөлімі бірінші бөлім секілді сіздерге ұнады деген үміттемін. Ал егер бірінші бөлімді әлі көрмеген болсаңыздар, төмендегі сілтемеге өтіп, міндетті түрде көрулеріңізге кеңес беремін. Бізде бүгінге осымен тәмам. Видеоны соңына дейін көріп, бізбен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Айтпақшы, әдеттегідей видеоны 1-ден 10-ға дейін бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеоларда кездескенше амандықтарыңызды тілеп қаламыз. Сау болыңыздар.